Магистратураға түсушілердің тест тапсыруына бір айдан аз уақыт қалды. Сол себепті тестке байланысты кейбір тақырыптарды талқылауды шештім. Бүгінгі тақырып numerals, яғни қазақ тілінде сан есімдер. Магистратура тестінің кем дегенде бір сұрағы осы сан есімнен келеді. Бүгінгі тақырып numerals, қазақ тілінде сан есімдер. Мен осы уақытқа дейін магистратура тесттерінен сан есімдерге байланысты сұрақтарды жинақтап, қазір сіздерге дұрыс жауабын айта отырып, не себепті олай болатынын түсіндіремін. Және бастайық көп сөзбей. Бірінші сұрақ: My watch is minutes fast. Watch деген бұл жерде қол сағаты. Менің сағатым 10 минут жылдам, яғни 10 минут алда деген сөйлем болып тұр. 10 минут дәл қазақ тілінде қалай? Ағылшынша дәл солай аударамыз. 10 деген ағылшынша 10, сонымен 10 minutes fast болады. Сонда жауабы D. Басқа варианттар мүлдем келмейді. Екінші сұрақ: We use numbers with dates. Dates деген дата. Яғни қандай сан есім қолданатынымызды айту керекпіз. Даталармен біз all дейді, барлық сан есімдер қолданаламыз. Немесе fractional, бөлшек сан есімдер, ordinal, реттік, cardinal, есептік. Яғни бөлшектік деген 4-тен 1, 5-тен 3 деген сияқты ordinal. Үшінші, бесінші, cardinal 1, 2, 3, 5, 10. Сонымен дата дәл қазақ тіліндегідей. Мысалы біз 21 ақпан деп айтсақ, реттік сан есімді қолданамыз. Ағылшын тілінде де дәл солай. The 21st of February. Сонымен ordinal дұрыс жауап болады. Келесі сұрақ: How much is a chicken sandwich and a mineral water? Яғни біз 2,80 фунт стерлинг дегенде ағылшыншаға аударуымыз керек. 2 деген сөз барлығында бірдей жазылып тұр. Келесі фунт стерлинг ағылшын тілінде паунд болады. Біреу болғанда, мысалы 1 pound дейміз, ал бірден көп болса, онда паунд көпше түрде айтамыз, яғни pounds деп. Сонда A мен C варианттар бірден сызып тастаймыз. Сонда біз екі вариант қалып тұр: 2 pounds 18 немесе 2 pounds 80. 18 деген 18. Яғни 10 деген жалғау көрсеңіз, яғни 10 деген жұрнақ көрсеңіз, онда ол 13-тен 19-ға дейінгі сандар болады. Ал жай T болса, онда ол 20-дан 90-ға дейінгі сандар. Сонда 80 деген бізде 80 болу керек. Жауабы D. 2 pounds 80. Келесі сұрақ: There were, және де қанша адам болғанын айтуымыз керек. 375. Бірінші 3 and 75 дейді. 3 және 75. Дұрыс емес. 375, 375. Ол да дұрыс емес, біз өйтіп айта алмаймыз. C жауабы 375 дұрыс болар еді. Бірақ біз 100 деген сөзден кейін and деген сөз қосу керекпіз. Яғни 300 және 75 деп аударсақ. Сонда 375. Естеріңізде болсын, 100 деген сөзден кейін әрқашанда and деген сөз жүріп тұрады. Сонда жауабы D. Бесінші сұрақ: 3,5 деген сөзді айту керекпіз. Оны айту үшін 3,5 деп айтамыз. Яғни ағылшын тілінде 3.5 болады. D жауабы. Әрқашан солай айтасыздар. 3 нүкте және де мысалы 25 болса, бірақ 25 деп айтасыздар, 25 деп айтпайсыздар. Яғни бүтіннен кейінгі сандарды біз жай бір-бірден айтып шығасыздар. Жауабы D. Келесі жай ғана жылды айту керекпіз. 1969. Естеріңізде болсын, жылды ағылшын тілінде 2-ге бөліп өтеді. Яғни 1969 деп айту керекпіз. 19, 19, 69, 69. Жауабы A. Келесі: We use
numbers with names of popes. Pope деген папа римский, яғни дін қызметшісі, оны қалай айтамыз? Мысалы, Джон Пол екінші деген дін қызметшісі бар, ағылшын тілінде, қазақ тілінде қалай екінші деп айттық, ағылшын тілінде де дәл солай айту керекпіз. Яғни екінші бізде реттік, ол ординал. Сонда Джон Пол the second. Дәл солай бұл король, королеваларға да жүреді. Яғни Queen Elizabeth the second деген сияқты. Яғни the деген артикль, және содан кейін реттік санасын болу керек. Жауабы C. Сегізінші сұрақ. Компьютердің бағасын сұрап тұр. $11,040. 11 бәріміз білеміз, 11. 11 мың, сонда. Осы жерде сіздердің назарларыңызды аударғым келіп отқан нәрсе, 1000 деген сөзден кейін негізі n-ді қойылмау керек. Яғни біз білеміз, біз 100 деген сөзден кейін әрқашан n-ді болу керек. 1000-тен кейін қашан n-ді қойылады? Егер сіздің саныңызда 100 деген сөз болмаса, 1000-тен кейін n-ді қойылады. Сонда $11,040. 40 деген 40. Ал 14 болса 14 болатын еді, созылған. 14 ол 14-ті білдіретін еді. Сонда жауабы B 11,040. 9-шы сұрақ. 10.315 теңге дегенді ағылшынша қалай айтамыз? Міне осы жағдайда 100 бар, сондықтан 1000-тан кейін біз n-ді қоя алмайды, бірақ 100-тан кейін әрқашан n-ді қою керек. 10 деген біз 10 екен білеміз, сонымен бірден A варианты болмайды, 1 деген келмейді. B вариантын қараңыз. 1000 деген сөзден кейін S қосып қойған. Қате 1000 ешқашан S пен жазылмайды бұл жағдайда, сан айтқан кезде. Жазылатын жағдай қазір тесттің соңына қарай келеседі, сол кезде түсіндірем. Сонда 10,315 болу үшін 15, сонда вариант C. 10,315. Ал 50, 50. In деп тұр. In деп басталса, яғни сіздер жылда айтып тұр. In мен сандар тұрса, ол жылға байланысты айтылады. Сонда жылды біз білеміз, 2-ке бөліп айтамыз. Мысалы, 1995 дегіміз келсе, 1995 деп айтамыз. Сонда in 1759 C варианты ғана дұрыс келеді. Басқалары ешқайсысы келмей тұр. Өйткені 70 болса, мысалы D варианты ол 70 деген, 70 деген сөз, яғни сіздің 7059 59 деген ол вообще жылға келмейді, сондықтан тек бір варианты C 1759. 11. Бұл жерде 3-тен 1 деген бөлшекті жаза алмай қойған. Сөйтіп интернеттен скрин жасап алдым. 4,3-тен 1 ағылшын тілінде. 4 бүтін дегенді айтып алайық. Бірінші бүтін дегенді ағылшынша and деп айтасыздар жай ғана. Сонда 4 бүтін просто 4 and болады. Жай ғана 4 4 and. Келесі 3-тен 1 деп айту, бірінші үстіңгі санды айтасыз ағылшын тілінде, кейін астыңғысын айтасыз. Сонда 1 дегенді бірінші айтып, астыңғысын 3-ші деп айту керекпіз. Сонда 1 3-ші деген мағына болады. Ол қай жауабы? 4 and 1/3. Немесе біз 1 деген сөзді білеміз, артикль n-мен айталамыз. Сонда 4 and a/3 деген жауап келеді. 4 and a/3. Мына жақта she was born on of May деді. Яғни қашан туылғаны дата керек, 2 мамырда туылған деп айтуымыз керек. 2 ағылшын тілінде second, және де әрқашанда датаны айтқан кезде the артиклі болады. On көмекші сөзінен басталады. On the second, the мен қолданылады. Of May, яғни мамырдың деген сөз of болып тұр. Of May, келесі жылды білеміз, 2-ке бөліп айтамыз.
1965 деп айтуымыз керек, иә? Ол қай жауабы? Сонда 1965 өзі біреуі Z деген біреу ғана тұр екен ғой, A варианты. Бірден the second, тек соны таңдайсыздар датамен, естеріңізде шығармаңыздар. Жылына қарамай-ақ бірден уақыт өткізбей the second-ке қарап-ақ A вариантын таңдай салуға болатын екен. 13-ші сұрақ. This one's a tie. I'll take the 2/3 part and you take the rest. Яғни, 3-тен 2 бөлігін мен аламын, бәліштің, қалған сен аласың дейді. Біз білеміз, бөлшектерді бірінші үстін айтамыз дедік, кейін астынғысын нешінші деген деп аударамыз, иә? Сонда бағына біз 3-тен 1 дегенді 1/3 деп айтқанбыз. Енді мына жерде назарларыңызға назарларыңызды аударыңыздар, 2/3. Яғни 1/3 біреу болған кезде 1/3, бірден көп болса, көптік жалғау жалғаймыз. Third емес, уже thirds болу керек. Сонда жауабы A. C жауабы қараңыздар, 2/3 сіздерді шатастыру үшін көп болған. Біреу ғана болса third қалмаңыздар. 1/3 деп айтасыз. 2 болса thirds болады. 6082 машина көлік сатыпты компания. 6082 бұл жыл емес, жай ғана кәдімгідей 6082 деп айтамыз. Және де қараңыздар, жүздік жоқ, мұнда 100 жоқ, яғни біз не істеу керекпіз? 1000-тен кейін and қою керек. Сонда жауабы 6082 D жауабы. Басқалары келмейді. Point деген санда мүлдем қолданылмайды, яғни сан айтып отырсыз ба, сіз point айта алмайсыз. Ол тек бүтін сандарды айтқан кезде қолданылуы мүмкін. Бағын айтқам, иә? 1000, 100, million деген кезде сандар айтқан кезде S қоспайсыздар. Сандарда. Бірақ бір жағдай бар, қосуға болатын. Қандай жағдай? Сіз дәл тура санды айтпайсыз. Мысалы, 1000 емес, мыңдаған, миллиондаған, жүздеген деп айтқыңыз келген кезде қолданылады. Және де одан кейін of көмек сөзі жүреді, одан кейін зат есім болады. Сонда мыңдаған адамдар деген вариант айту керекпіз, иә? Thousands of people. C вариантын қараңыздар, шатасып кетуі мүмкін адамдар. Thousands of peoples дейді. People деген сөздің өзі көпше түрде, яғни адамдар деген мағынаны білдіреді. Оған сіз S қоса алмайсыз. People деген сөздің өзі адамдар деген мағынаны білдіреді. Ал бір адам болса person. Сонда жауабы thousands of people B болады. Мыңдаған адамдар. Ал мына жерде қараңыздар, керісінше 145 дәл сан жазылып тұр. Тура 145 деген айтылмайсыздар ғой, сол үшін 145 миллион адамдар деп айтқанымыз келіп тұр. Millions деп айта алмаймыз. Және де millions болғанда ғана of қосамыз деп айттым, иә? Million болса ештеңе қосылмайды. Сонда жауабы D. Million people болады. Келесі 12-ден 2 деп айту керекпіз. 2. 12-ден 2 бөлшекті айтқан кезде үстін өзін айтамыз дедік. Яғни 2 деген 2. Асты 12-ші деп айтылу керек, иә? 12 бірінші вариант. Ол жай 12 деген сөз. Екінші B варианты мүлдем ондай жоқ, қате жазылған. Жоқ, кешіріңіздер, қате жазылмаған. 12 просто біреу ғана болған кезде 12-ші деп айтасыздар, иә? Үшіншісі қате жазылған, 12, ондай жоқ. Мүлдем ондай вариант жоқ. Және де біз екеу болғандықтан көпше түрде айтуымыз керек. Сонда 12 С артына S көпше түрде. Көпше жалғанған болу керек. Сонда жауабы D. Келесі 18. It is hit. I like such songs дейді. Оның үшінші хиті, мен ондай өлеңдерді жақсы көрем. Яғни, кімнің деген сұрақ болған кезде ешқашан Z артиклі жүрмейді. Z емес, даже EN, ешқандай артикль кімнің деген сұрақ болған кезде жүрмейді. His өйткені оның деген сөз тұр, кімнің оның. Сондықтан артиклі бар варианттар сызбаймыз. A, C мүлдем керек емес. Енді, оның үшінші хиті, оның 3 деген вариант мүлдем келмейді. D, his 3. His third hit, үшінші хиті, сонда жауабы B. 19. Have you ever experienced love at first sight? C болады жауабы. Любовь с первого взгляда дейді ғой орыстар. Яғни бір көргеннен ғашық болу. Ол қатып қалған кәдімгі сөздікте жазылған фраза.
At first sight. Ешқашан да Z, ешқандай да Z қолданылмайды. Жауабы C. Жаңа айтып едім ғой, 90% жағдайда реттік сан есімдердің алдында Z қойылады деп, сол 10%-ға осы кіріп тұр. At first sight. First деген реттік сан есім болғанмен, бұл сөздікте берілген фраза, сондықтан бұны өзгерте алмайсыздар. Және соңғы 20-шы сұрақ бүгінге. Fortnight means дейді. Fortnight деген сөз, яғни оның мағынасы не мағынаны білдіріп тұр, mean деген мағына беру. Fortnight деген ескі ағылшын сөзі, ол 2 апта деген мағынаны білдіреді. Яғни 14 nights деген сөзді қысқартып fortnight деп айтқаны. Сонда 14 күн, яғни 14 түн, 14 nights. 14 түн бізде 2 аптаға тең, сондықтан жауабы A, 2 weeks. Болды. Магистратураға түсушілер, сіздерге бүгінгі түсіндірген видео ұнаған болса, лайк басуды ұмытпаңыздар. Және астыда комментарийда тағы да қандай тақырыптарды өткенімді қалайтындарыңызды жазсаңыздар болады. Рахмет! Сау!